Я должен видео запустить, или они будут? Я. Компьютер переключить. Так, визитик, Шаке, бастаймыз ба? Я ал енді бастай берейік. Сейчас этот время заканчивается. Давай я переподключусь сейчас. Давай. Так, завершить, да, делаю? Завершить для всех. Ага, делаю. Так, и заново подключаю, да, начать? Подожди, еще у меня не подключилось. Ну, решили начать, да? Так, все, я подключился. ОПР подключился? Сейчас вот смотрю. Нет, еще сейчас. Звук видео включать или нет? Звук видео включать надо или нет? Можешь. Надо. Ну, сейчас запись идет у нас вот сейчас, в данный момент. Ана өткеннен атом электр станция салынғанда елге көп пайда салды. Мен қасында жүрдім атом шектен. Ойбай түгі атылып кетті болды. Үйде жатып алады. Подключились? Жоқ, әкімге айттық қой, әкім бәрін жинаймын деп отыр негізі. Не бастамай отырмыз? Алло, зумды қайттан қосты ғой. Алло. Алло. Келді. Алло. Что, подключились? УПР подключился? УПР подключился. Все, кім Жаке, бастай берейік, УПР қосылып отыр. Құрметті қоғамға тыңдауға қатысушылар, бүгінгі кездесуге қош келдіңіздер. Бүгінгі қоғамдық тыңдау тақырыбы Маңғыстау облысы Ақтау қаласының нөмірі 5-ші өндірістік аймақ 6478 учаскесі бойынша өндірістік ғимараттың құрылысы және қалдықтарды кәдеге жарату бойынша жабдықтарды орнату туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдау өтеді. Қоғамдық тыңдаулар экологиялық кодексінің 96 бабының талаптарын және регламенттерін қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялайды. Алдымен бүгінгі қоғамдық тыңдаудың хаттамасын жүргізетін хатшыны таңдау керек. Кімді ұсынамыз? Апаны ұсынайық. Хатшы. Фамилияңызды айтыңыз. Алимбаева Бақтапан. Қол көтерейік бе? Алимбаева Бақтапан хатшы болып тағайындалды бүгінгі қоғамдық тыңдаудың. Регламентке сәйкес баяндамашы болса өз материалдарын ұсынып оқыса рұқсат. Одан кейін сұрақ қоюға болады. Ал баяндай бер. Кете бер. Ал, бастайық. Так, бірінші слайдты қосу керек. Первый слайд. Камера қасында жүрші. Так, аталған жобаны іске асыру Маңғыстау облысында және одан тысқары жерлерде пайда болатын қалдықтарды кәдеге жаратуға және қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта облыста пайда болатын жобада көрсетілген көптеген қалдықтар ұйымдарға басқа облыстарға қайта өңдеуге жіберіледі. Мана аға айтып кеткен кезде сол Маңғыстау өңірінде ондай қазір құрылғы жоқ, сондықтан басқа облыстарға жіберіліп жатыр. Объект құрылысына арналған алаң Маңғыстау облысы Ақтау қаласы номер 5-ші өнеркәсіптік аймақ мекен-жайы бойынша орналасқан. Жобаға шолу қалдықтармен номер 4 слайд. Қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі учаскелер. Кәсіпорында қалдықтармен жұмыс істеу бойынша мынандай учаскелер ұйымдастыру жоспарлануда.
қалдықтар термиялық деструкциялау және инсинерациялау учаскесі, құрамында сынап бар қалдықтар кәдеге жарату учаскесі, пайдаланған майлар мен майлау, салқындату сұйықтығын тазалау және қалпына келтіру учаскесі, бөлшектеу учаскесі, қалдықтарды механикалық бөлшектеу учаскесі, қалдықтарды қабылдау және уақытша сақтау учаскесі, сұйық қалдықтарды уақытша сақтау учаскесі, медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған контейнерлік үлгідегі үй-жай, стерилдеу әдісімен медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға арналған контейнерлік үлгідегі үй-жай, уақытша сақтау учаскесі қайталма шикізат, номер 5 слайдты қосылды. УРЛ 2М қондырғысындағы термодемеркуризация учаскесі. Қондырғы барлық типтегі люминесцентті шамдардан, термометрлерден, градусниктерден, аспаптардан, сондай-ақ доғал сынап шамдардың түріндегі жоғары қысымды сынап шамдардың жанарғыларынан ластанған топырақ пен материалдардан сынаптан термовакуумды демеркуризациялауға сыныпты жоюға арналған. Это где про люминесцентті лампы? Вот это, да? Міне осы құрылғы міне, люминесцентті лампыны жоятын. Қондырғының жұмыс істеу принципі қаныққан сынап бу қысымнан температура күшті тәуелдігіне негізделген. Өңделетін шамдар қондырғы камерасында бұзылады. Сынаптың тез булану температурасына дейін қыздырылады. Ал сынаптың бу қондырғы вакуумның жүйесімен төмен температуралы қақпан арқылы сорылады. Оның бетінде қақпан ергеннен кейін сұйық металл түрінде жинаққа ағатын сынаптың конденсациясы болады. Қондырғы сондай-ақ құрамында сынап бар өнеркәсіп өндіріс қалдықтарын, топырақ сынабы мен ластанған қалдықтар мен металдарды термовакуумдық демеркуризациялау үшін пайдалану мүмкін. Жылдық өнімділігі 1.075.200 дана сынабы бар шамдардың немесе жылына 215.04 тонна сынабы бар қалдықтарды құрайды. Шамдарды қайта өңдеу бойынша қабылданған стандарттарға сәйкес Қазақстанда рұқсат етілген жалғыз термиялық демеркуризациясы әдісі. Мына осы әдісті біздің Ақтөбе облысында, Ақтөбе қаласында осы құрылғы қазір неден өтіп жатыр, сынаптан өтіп жатыр, 3 жылдан бері өтіп жатыр, мониторинг зерттеу жүргізіліп, бәрі осы қазір енді Ақтау қаласының соның қондырғысын қояйын деп жатыр. Бұған дейін мұндай шам өңдейтін қондырғы Маңғыстау облысында болмаған. Номер 6 слайд, 6 слайд. Қалдықтар термиялық кәдеге жарату учаскесі. Кәсіпорында термиялық кәдеге жарату бойынша 2 қондырғы орнатылады. ДС-4000 термодеструкциясын орнату. Деструктор қалдықтар термохимиялық конверсия әдісімен кәдеге жаратуға арналған. Қондырғының жұмыс принципі: шикізат реакторға тиеу люгі немесе реактордың қақпағы арқылы өңделетін шикізаттың көлемі мен түріне байланысты түседі. Сору жүйесі тиеу кезінде жұмыс аймағынан газдың шығуын болдырмауға мүмкіндік береді. Реакторда шикізат реакциясы аймағына кірер алдында буландыру және газдандыру аймағынан өтеді. Термохимиялық конвенция процесін жүзеге асыру үшін газдандырушы агент рециркуляция жүйесінің келте құбырлары бойынша реакция аймағына беріледі. Бұл ретте оттегінің шектеулі мөлшері кезінде автотермиялық реакциясын ұстап тұру үшін жағдай жасалады. Деструкция процесі құйынында камерада газдарды жағумен аяқталады. Құйын камерасынан кейін түтін газдарды циклонға түседі. Одан кейін қалдық газдар шығару құбырына түседі. Бұл пеш қазақстандық әзірлеме болып табылады және сертификатына ие. Пештің ерекшелігі ол тұтандыру толығымен жағады және шығарындылар кез келген басқа инсинератормен салыстырғанда айтарлықтай төмендейді. Пеш скрубер вентури шығатын газдар ылғалды тазалау сүзгісімен жабдықталған. Осы сүзгі патент алынған, патент взяты, да? Патент алынған Қазақстан Республикасында қазір ондай қондырғы ешкімде жоқ. Осы кісілер өздері патент алып, не істеп, зерттеп, соны қазір осында қойын деп отыр. Скрубердің газдары ұсақ шаң бөлшектеріне жоғары тазарту көрсеткіштеріне скрубердің ең кең таралған конструкциясы ылғалды тазалау технологиясын пайдалану есебінен қол жеткізіледі.
ағын жылдамдығы артқан кезде су ұсақ тамшыларға бөлінеді. Олар кейіннен қатты бөлшектерде конденсацияланады. Одан әрі ағын кеңейткішке беріледі. Ағын қозғалысының жылдамдығы едәуір азаяды. Коагуляция процесі жүреді. Ауыр коагулянттар тұндырылады және арнайы қабылдағышқа түседі. Тазартылған газдар агрегаттан сыртқа шығарылады, немесе өндірістік мақсатқа қайта пайдалану үшін технология құбырларға беріледі. Ылғалды тазалау сүзгісінің тиімділігі азот диоксиді 29%-ға, азот оксиді 60%-ға, күкірт диоксиді 57%-ға, көміртегі тотығы 58%-ға, тозаңның өлшенген бөлшектер 53%-ға, қондырғының өнімділігі 26.800 тонна жылына. Форсаж номер 7. Форсаж 2. Қалдықтары жағу қондырғысы химиялық мұнайы бар және басқа да қалдықтары қауіпсіз кәдеге жаратуға мүмкіндік береді. Әртүрлі әлсіз жанатын және жанбайтын сұйық химиялық қалдықтарды, реагенттер мен реактивтерді, химиялық реагенттер мен компоненттерді, бейтараптандыратын сұйық қалдықтарды, пестицидтердің, құрамында мұнай бар цианидтердің және басқа да қалдықтардың ыдыстарын, залалсыздандыратын ерітінділерді жоғары температура жою, жағу жөніндегі қондырғы, гидролиздегі қалқасы бар ашық алаңда орналасқан негіз болып табылады. Пеш сұйық отынмен жұмыс істейді. Оның ретінде дизель отыны, пайдаланған дизель отыны және өзге де конденсациялық емес жанар-жағармай материалдарды, сондай-ақ құрамында органик қосылыстары бар жылына 100 тоннаға дейінгі басқа да жанғыш сұйықтықтар пайдаланады. Оттықта жану температурасы 1100-1500 градус құрайды. Газдардың өте жоғары температурасы, сондай-ақ жағылатын қалдықтар мен қосымша отынды қатты бөлшектердің болмауын ескере отырып, өлшенген заттар бойынша заттарды көзделмейді. Жағылатын мұнайы бар сұйықтықтарды сақтау және беру үшін пештің жанында көлемі 1 текше метр ыдыс көзделген. Қондырғының өнімділігі 1206 тонна жылына. Медициналық қалдықтарды стерилдеу учаскесі. Учаскеде 40 фут контейнері бар, ол екіге бөлінген. Контейнердің ұзындығы 6 метр балды уақытша сақтау үшін пайдаланады. Қалған 6 метрді VS200 YDA стерилдеу қондырғысы орнатылған. Қалдықтар уақытша сақтау үшін контейнерге түсіріледі және металл стеллаждарға орналастырылады. БВГ сыныбының медициналық қалдықтарын қайта өңдеу ішінара медициналық қалдықтарды ұсақтап ДШК 600 шредерде ұсақтаудан басталады. Бұл қалдықтар тасымалдау көлемін азайтып және жеңілдете отырып, кейіннен кәдеге жарату процесін жеңілдетеді. Бұл ретте шредер қалдықтарды олардың қауіптік сыныбын төмендете отырып, залалсыздандырмайды. Сондықтан келесі кезеңмен дезинфекциялау міндетті. Ұсақталған медициналық қалдықтар VS200 YDA стерилизациялау қондырғысына партиялармен тиеледі. Қондырғының стерилизациялау камерасының көлемі 200 литр. Стерилизация бұл қалдықтарды бар инфекциялық агенттер мен бактериялардың өмірін, барлық түрлерін жою процесі. Стерилдеу процесі қысым мен вакуумда 130 градустан жоғары температураға дейін қыздырылған бумен жүргізіледі. Қалдықтардың тиелген партиясын залалсыздандыру уақыты 60 минут. Процесс аяқталған кейін залалсыздандырған медициналық қалдықтар А сыныбының қауіпсіз қалдықтарға жатады және көмегі берілуі мүмкінде DS4000 инструкциясының орнатуды жауға ұшыруы мүмкін. Балды стерилдеу қондырғысының ең жоғары өнімділігі қалдықтар VS200 YDA 240 тонна жылына. Номер 9 слайд. Бөлшектеу учаскесі. Кәдеге жаратудың технология процесінің сипаттамасы. Кәдеге жаратуға арналған қалдықтар бетон негізде қалдықтарды қабылдау
алаңына үйіп немесе ыдыспен түсіріледі. Түсірілгеннен кейін қалдықтар контейнерге немесе өзге ыдысқа тиеледі және ұсақтау учаскесіне тасымалданады. Учаскеде екі қондырғы бар. Атап айтқанда аэролит бір дана балғалы ұсатқыш, екі білікті дешка 601 дана шредер. Аэролит балғалы ұсатқыш. Фарфорды, күл қоқысты, құрылыс қалдықтарын ұсақтауға жоқ, қош және кірпіш өнімдерін, абразивті қалдықтарын ақауларына арналған. Ұнтатқыштың өнімділігі 0,5-2 тонна сағатына. Аэролит материалдарды тиеу және түсіру процесін автоматтандыру, сондай-ақ қалдықтарды беруді мөлшеруді сақтау үшін екі таспалы конвейермен жабдықталған. Бастапқы материал конвейері бойынша тиеу бункеріне қабылдағыштан түседі. Балғалы ұсақтағышта бастапқы материал 0,50 мм ірілікке дейін ұсақталады. Ұсақтаудан өткен қалдықтар конвейер бойынша өтеді және конвейерлермен қаптарға бигбекке жиналады. Олар екінші өнімді уақытша сақтау алаңында жинақталуына қарай кейінгі ұйымдарға қайталама шикізат ретінде одан әрі сатуға жатады. Сондай-ақ бетон жұмыстарына арналған материал ретінде өз мұқтаждарды үшін пайдалану мүмкін. Іргетас жасау, түйреу және өндірістік тұрғын емес үй жайларда. Номер 10 слайд. Шредер ДШК 600 түріндегі екі білікті ұсақтағыш. Пластикалық қалдықтарды, пэт ыдыстарды, резеңке техникалық бұйымдарды бөлшектеуге арналған. Құрамында асбест бар қалдықтар, жылытқыш қалдықтар және минералды мақта, полипропилен қалдықтары және тағы басқа. Тұзды, сілтілі, ауа мырышты, күміс мырышты және литийлік батареялар, медициналық қалдықтар. Ұсақтау учаскенің ең жоғары өнімділігі жылына 2880 тонна. Жылына. 11 слайд. Механикалық бөлшектеу учаскесі. Кәдеге жаратудың технология процесінің сипаттамасы. Кәдеге жаратуға арналған қалдықтар түрлері мен құрамы бойынша түсіріледі және сұрыпталады. Механикалық бөлшектеу учаскесіне келіп түсетін қалдықтармен қол құралдарының көмегімен құрамдас бөліктерге бөлшектенеді. Бөлшектенгеннен кейін қара және түсті металдардың сынықтары, электролит, пластикалық бөлшектер, платалар, шыны сынықтары, ағаш қалдықтары қалады. Жаңа ағаш сіз айтып кеттіңіз, бәрін бөлек, пластик жаңа платалары бөлек, осы кісі осыны қолданып берісі. Менде бір ұсыныс бар еді, бір айтып кеткен. Жинаққа етіп барам. Оны не полигон жақтан салмайсыз ба? Осы өте қолайлы сізге екі жұмыс болайын деп тұр. Полигоннан сортировщикден мұнда келіп, обработка жасайын деп отыр. Ол мекемеден бірден полигонға түсірмей, мекемеден бірден алып кетеді. Бірден. Мекемеден болғанда келісімшартқа отырып, ода контейнер болады, келісімшартқа бірден отырады. О мекеме жаңағы полигонға апармай, осы кісілерге бірден тапсырады. Өздерінің машиналары жаңа автомобильдері болады, таситын контейнермен бірден өзінің жаңа технологический комплекске тапсырып, түсіріп, сол жерден өңдеп шығарады. Участке ұйымдастыру техникасының аккумуляторлық батареяларды, өрт сөндіргіштерді, тұрмыстық техниканың LED шамдары мен шамдардың электрондық техниканы өзін-өзі құтқарғыштарды, сигнализаторлар және тағы басқа жеке қорғану құралдарын, түрлі жабдықтар мен жиһаздарды талдауға арналған. Талдау үшін мынандай жабдықтар қолданады. Гидравликалық пресс, қолмен кесетін машина, дрель, шуруповерт, газ дәнекерлеу аппараты, қол құралы. Жаңа сіз айтқанда бірден алып келіп, осының басынан бәрін бөлшектеп, пластикке салып, платыны пластикқа салып, металды металға салып, осындай нелерді қолданады. Механикалық бөлшектеу учаскесі көлемі 3,1 метр. Жабдық механикалық талдау учаскесінің ең жоғары қуаты жылына 1570 тонна. Жылына. 12 числа, 12 слайд. Пайдаланған майларды және смоздық салқындатқыш сұйықтықты тазалау және қалпына келтіру жөніндегі участке. Сұйықтықтарды тазалау стенді СОК 933 КТ1.
осындай қондырғы. Жабдықты механикалық қоспалардан және ерімеген судан мұнай негізіндегі майларды, гидрожүйелердің жұмыс сұйықтықтарын және басқа да сұйықтықтарды тазартуға арналған. Осы міне қондырғы. Слайдта көрінгендей. Стенд центрифугаға қалпағында бөлінген механикалық ластану мен судың жинақтау режимде су ағызу және ластану аз адгезияланған жағдайда жұмыстағы үзілістер кезіндегі стендтің балшық тұтындырғышына немесе тазалау процесінде центрифугадағы механикалық ластаудың жинақтау және суды үздіксіз шығару режимінде жұмыс істей алады. Стендтің жұмыс принципі: тазарылатын сұйықтық, мысалы пайдаланған май, центрифугаға шамамен 100 метр секунда жылдамдыққа дейін оралады. Орталықтан тепкіш күштердің әсерінен сұйықтықтан ауыр нәрсенің бәрі центрифуганың ішкі қабырғаларына қысылады, ал қысыммен тазартылған сұйықтық сыртқа шығарылады. Сұйықтықтарды судың жоғары болуы кезінде бірнеше циклде тазартылып, стенд төмен өнімділікке теңсеттірілуі және сапалы тазартылуы мүмкін. Осылайша қалдықтар мен одан әрі қайталама шикізат ретінде пайдалану мүмкін. Жалпы ең жоғары өнімділігі 2300 тонна жылына. Қоршаған ортаға әсер етудің негізгі бағыттары. Қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп мынандай нормативті құқықтық актілердің негізінде әзірленді. Қазақстан Республикасының экология кодексі 2021 жылы, Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдегі номер 280 бұйрығымен бекітілген экология бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық. Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативті құқықтық актілер базасы. Жобаны әзірлеу кезінде мынандай объектілерге, оның ішінде олардың өзара байланысы мен өзара іс қимылына әсерін бағалау жүргізілді. Атмосфералық ауа, физикалық әсер ету, жер үсті және жер асты сулары, жер қойнауы, жер және топырақ жамылғысы, өсімдіктер әлемі, жануарлар әлемі, денсаулық жағдайы және халықтың тұрмыс жағдайы. Құрылыс кезеңінде объектінің қоршаған ортаның жай-күйіне әсер етуінің негізгі түрі мыналардан нәтижесінде атмосфералық ауаны зиянды заттардың шығарындыларымен ластау болып табылады. Дәнекерлеу аппараттың жұмысы, лак бояу жұмыстары, бетон араластырғыш және инертті материалдар қоймасы кезінде бөлінетін ластаушы заттардың түсуі. Пайдалану кезеңінде объектінің қоршаған ортаның жай-күйіне әсер етуінің негізгі түрі мыналардың нәтижесінде атмосфералық ауаны зиянды заттардың шығарындыларымен ластау болып табылады. Қалдықтарды кәдеге жарату қондырғыларының жану өнімдерінің түсуі. Уатқыштардың жұмысы кезеңінде бөлінетін ластаушы заттардың түсуі, металл өңдеу станоктарының, газбен дәнекерлеу аппараттың, материалдарды ауыстырып құю және тағы басқа. Атмосфералық ауаны зиянды заттардың шығарындыларымен ластау. Құрылыс кезеңінде нәтижесінде дәнекерлеу аппараттың жұмысы, лак бояу жұмыстары, бетон араластырғыш және инертті материалдар қоймасы кезеңінде бөлінетін ластаушы заттардың түсуі. Номер 13 слайд. Ластаушы заттардың шығарындыларының көздері. Өндірістік базада барлығы осы жобамен құрылыс кезеңінде анықталған 4 тұрақты ұйымдастырылмаған ластау көздері. Пайдалану кезеңінде 33 тұрақты ластау көздері, оның ішінде 5 ұйымдастырылған және 28 ұйымдастырылмаған ластау көздері. Жобаланатын объектіні салу кезеңінде атмосфералық ауаға жылына 0,35 тонна, пайдалану кезеңінде жылына 26 тонна шығарылады. Номер 14. Қалдықтарды басқару Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Құрылыс кезеңінде кәсіпорында 0,22 тонна қалдық түзеледі. Оның ішінде қауіпті қалдықтар жылына 0,06 тонна, қауіпті емес қалдықтар жылына 0,12 тонна.
Пайдалану кезеңінде кәсіпорында көлемі жылына 1804,127 тонна болатын қалдықтардың 8 түрі түзеледі. Оның ішінде қауіпті қалдықтар жылына 0,845 тонна, қауіпті емес қалдықтар жылына 1802,525 тонна. Қабылданатын қалдықтардың жалпы көлемі жылына 36,290,177 тонна. Оның ішінде қауіпті қалдықтар жылына 21,446,195 тонна. Қауіпті емес қалдықтар жылына 16,648,8 тонна. Кәсіпорында қалдықтар қабылдау немесе түзілгеннен кейін дереу сұрыптау жүргізіледі. Одан әрі қалдықтар түгілуін және ағуын болдырмайтын арнайы жабдықталған контейнерлерде уақытша сақтауға жіберіледі. Содан кейін одан әрі өңдеуге және жоюға түседі. Кәдеге жаратуға және қайта өңдеуге түсетін барлық қалдықтар уақытша сақтауға жатады. Кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге жатпайтын қалдықтар Қазақстан Республикасы экология кодексіне сәйкес қалдықтарды уақытша сақтау мерзімінен аспайтын мерзімді, оларды одан әрі пайдалану үшін бөгде ұйымдарға берілетін болады. Сумен жабдықтау және су бұру. Құрылыс және пайдалану кезеңінде алаңда ауыз сумен қамтамасыз ету сыйымдылығы 20 литрлік сатып алынатын бөтелкедегі ауыз суды пайдалана отырып көзделеді. Өндірістік қажеттіліктерге арналған сумен қамтамасыз ету әкелінетін техникалық су есебінен көзделеді. Пайдалану кезеңінде шаруашылық тұрмыстық ағындар көлемі 3 текше метр септикке түсетін болады. Ол жинақталуына қарай шартқа сәйкес әкелінетін болады. Техникалық судың су бұруы жоқ. Өйткені стерилдеу қондырғысы мен деструктордағы скрубердің жұмыс процесінде судың ДС-4-нің бөлігі буланады. Осыған байланысты айналымдағы суға арналған сыйымдылықтарды су деңгейін ұстап тұру үшін толықтыру қажет. Табиғат қорғау іс-шаралары. 16 айтамын. Кәсіпорын қоршаған ортаға әсерді жұмсартуға бағытталған табиғат қорғау іс-шараларын ластанудың бақылау және атмосфералық ауаға әсерді азайту үшін шаңды басу, ылғалды тазалау технологиясын пайдалану скрубер конструкциясы, кәсіпорын аумағын көгаландыру, 90 сайын мониторинг жүргізу. Бұйырса ертең қондырғының бәрін қойғаннан кейін арнайы зертхана келіп мониторинг жүргізіледі 90 сайын. Сол отчеттің бәрі департамент экология бәрі түседі. Бұйырса. Қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін азайту жөніндегі негізгі іс-шаралар. Арнайы жабдықталған орындарды қалдықтарды қабылдау және уақытша сақтау. Қалдықтарды сұраптау. Егер мүмкін болса, қалдықтарды қайта пайдалануға жіберу. Жер ресурстарына әсер етуді төмендету жөніндегі негізгі іс-шаралар. Бөлінген жер учаскесін ұтымды пайдалану, жұмыстарды жүргізу кезеңінде бөлінген жерлерді рекультивациялау, бекітілген қозғалыс схемалары бойынша автокөліктің жүруі, су ресурстарының әсерді азайту жөніндегі негізгі іс-шаралар. Суды қайта пайдалану технологиясын қолдану, кейіннен жасыл желектерді суару үшін жаңбыр суын жинау. Су тұтыну мен су бұрудың есебін нақты ұйымдастыру. Су ресурстарын ұтымды пайдалану, су шығынын қысқарту бойынша шаралар қабылдау. Ауыз су сапасындағы су өндірісі қажеттіліктерге пайдалануға жол бермеу. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің теріс әсерлерден қорғау үшін мынандай іс-шаралар көзделеді. Өндірістік объектілерге жануарлардың түсуін болдырмау үшін қоршаулар жасау. Жұмыстарды тек қана бөлінген аумақтарға жүргізу. Барлық іс-шаралар талаптары сақталған және объектіні пайдалану кезеңінде, мерзімді бақылау кезеңінде қоршаған ортаға жергілікті халықтың денсаулығы мен өмір сүру жағдайларына орны толмас зардаптарды болдырмау мүмкін болады. Қазақстан Республикасының экология кодексінің 78-ші бабының негізінде пайдалануға берілген кейін жоспарланған қызметтің ықтимал әсерлер туралы осы есепке сәйкестігін растау мақсатында нақты әсерлерге жобалық талдау жүргізілетін болады. Аталған жобаны іске асыру
қолданыстағы стандарттар мен кәдеге жарату нормаларына сәйкес Маңғыстау облысындағы пайда болатын қауіпті және қауіпсіз қалдықтар кәдеге жаратуға және қайта өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл жобаның өңірдегі экология жүктемені төмендетуге мүмкіндік беретін заманауи және инновациялық жабдықтарды пайдалануға артықшылығы. Назарларыңызға рахмет. Енді сұрақтарыңыз болса, жауапқа дайынбыз. Айта беріңіз аға. Жұмыс орны неше адам? Сколько рабочих мест? Около 20. 20 орын, 20 жұмыс орны болады бұйырса. Территориядан алсаңыз, жұмыссыздықты жою мәселесі. Енді жергілікті тұрғындан алу мәселесі тұр ғой. Местное население будете привлекать, да? Конечно, конечно, мы можем. Еще устраиваем Буршайтамин. Мы в поселке объявление подадим, когда будет набор людей. Постараемся местных жителей набрать. Для нас тоже удобно, потому что люди на работу недалеко будут ходить, им удобно будет. Да. Мы официально трудоустраиваем, все отчисления, все будем соблюдать как положено. Қол үшін бере алады ғой, өтетін шараларға, мына біздерде шаралар болады, жағдай жоқ отбасылар болады. Себебі бұл маңызды да. Андрей, социальный вопрос будет ли поднят и будет ли закрыт какие-то социальные вопросы на этом поселку непосредственно? Да. Непосредственно, да, мы понимаем, что ваш поселок ближайший, мы будем стараться участвовать во всех каких-то, какие будут потребности, будем по возможности принимать участие. Ну, конечно. Конечно, это социальный проект прежде всего. Мы делаем не только проект, чтобы заработать какие-то деньги, да, там, это в первую очередь поможет области в целом снизить нагрузку на экологию. То есть мы привезли новое оборудование в Мангостаускую область, которое будет перерабатывать лампы, как, то есть, согласно нормам экологического кодекса. Также утилизация медотходов в области большая проблема, потому что все печи дымят, черный дым выходит. Мы установим печи, которые не дымят. У нас будут современные фильтра. Печи — это наша разработка, моя лично. Мы получили СТРК, запатентовали технологию. Устанавливаем, вот, у нас 7 филиалов по Казахстану. Каждый филиал хочет принести лучшие технологии для современного утилизации отходов. Нет, хорошо, Рахмет. Я как вот этот депутат областного маслихата, если ваши посмотрим завод нормально работает, у нас там 5 регионов, вот этот, район есть. Да, да. Можно там и там строить. Без проблем. Как только нам позволит департамент экологии получить разрешающие документы, мы можем пригласить вас лично, либо представителя Акимата, показать наше предприятие и показать в рабочей установке. На данный момент могу показать видео работы установок, которые сжигают, чтобы вы убедились, что там нету дымов таких. Жарайды аға, өзіңіз қараңыздар. Рахмет аға. Основное у вас отходы, да? Основное сырье — это отход, Отходы который получаете от физических или от юридических? предприятий. От предприятий. Да. Мекемелерден аға. Мекемелерден. От лишних тоже. У нас будут проводиться ежегодные, можно проводить совместно Акиматом, могу сказать по опыту другой области. Мы проводим совместно с Акиматом какие-то различные мероприятия в школах, бесплатный сбор оргтехники, батарейки. Вот. То есть и для людей приятно, да, там, и для нас, естественно. Ну, иногда у нас тоже такое может собираться. Мы можем отправить туда это? Можем, да, мы можем этот вопрос с Акиматом обсудить. Возможно, установить какой-то отдельный 1-2 контейнера, куда люди будут приходить и выбрасывать там какие-то батареи или какие-то другие отходы, которые нельзя на полигон выбросить. Да. Мусор собирающие организации иногда не берут вот такие отходы. Да, ну это можно обсудить, мы не против, чтобы для местных жителей сделать. Извините, я то, что понял, вы медотход тут сжигать этот завод? Да, медотходы мы будем утилизировать методами стерилизации. Стерилизация — это без дыма, то есть без сжигания. Медотходы загружаются в вакуумную установку, там под действием высокой температуры и обработки паром проходит стерилизация медотходов. Соответственно, у вас, к примеру, в Мангостауской области этого еще не было. Это направление сейчас развивается, альтернативная переработка отходов называется, то есть без сжигания, чтобы было меньше дыма, да, там, то есть меньше загрязнять окружающую среду. Ну, экологически чистые. Да, экологически чистые. Здесь выбросов от стерилизации никаких. Қайсысын айтып отырсыз апа? Қай қондырғысы?
Енді ол жаңағы не ғой? Стерилизация медотход и басқа не істейді? Кроме чем будет заниматься? Стерилизация медотходов, обработка масла отработанного, также отходы автотранспорта, это автошины, пластик, фильтра. Люминесцентные лампы. Да, люминесцентные лампы, да. Вот мы устанавливаем термовакуумную утилизацию отходов. Это установка новая. У нас принят СТРК в Казахстане по утилизации, который запрещает другие способы утилизации, которые были ранее. Сейчас только этим способом нужно утилизировать. А на данный момент в Мангистауской области нету такого оборудования по безопасной утилизации. Мы хотели бы установить и на своем примере показать, как это правильно работает. Отличительная особенность в том, что ртуть никак не выбрасывается наружу, никак пленка не превращается никуда, мы его не нейтрализируем, потому что нейтрализация ртути небезопасна, он через какое-то время опять уходит. Вы ее еще можете использовать, да? Да, можем ее вторично использовать. Мы ее собираем в баллон, вакуумным способом, она опускается в баллон и рабочую зону, то есть безопасно для сотрудников и также для окружающей среды. Понятно. Вы хотите через дорогу построить? Мы хотим на индустриальном парке от жилой зоны, мы замеряли больше 1,5 километров расстояния. На территории завода ЗПМ, так как это индустриальная зона, соответственно, для нас тоже это маленькое предприятие. Хотим здесь установить, потому что позволяет по расстоянию. У нас есть проект СЗ, санитарно-защитной зоны, которые нам рассчитали, согласно наших выбросов и источников загрязнения, санитарно-защитную зону 500 метров. То есть до ближайшего жилого массива минимум 1,5 километра уходит. Также мы будем производить, согласно закону, мониторинг выбросов, то есть к нам будет приезжать лаборатория, проводить выбросы, соответствуют ли выбросы установкам заверяемым, которые мы указаны в проекте. И далее ежеквартально мы будем сдавать в департамент экологии отчет по мониторингу. Что мы делаем, как делаем. Также данный проект предусмотрен около 50, по-моему, если не ошибаюсь, 50 или 40 насаждения, то есть деревьев мы должны ежегодно сажать. Будем озеленять свою территорию, чтобы как минимум выбросы и поглощались, да, там. И меморандум бойынша, акиматпен меморандум бойынша сосын отырғызады. Кейін уже эксплуатация бергеннен кейін сізбен уже меморандумға отырып жайлап көгаландыру жұмыстарын жүргізеді. Да. Это все будет предусмотрено. Сіздер қай жерге айтасыңдар, жаңағы отырғызатын жерді, сосын меморандум бойынша олар отырғызып береді. Соны қарайды, суарады деген сияқты. Онда сұрақ болса, ешқандай дауыс ештеңе айтылмайды. Онда аяқталды деп. Жаке, бір сөз, бір не, спроси, Zoom есть вопросы? Участники, участвующие онлайн, есть у кого-нибудь вопросы? Жоқ, бұйырса, қосылады бұйырса. Мына қазір мына экологиядан өтеді, рұқсат қағаздарын алады, бұйырса содан кейін іске қосылады. Сонда қалған медотход түсіну бойынша металлдарды қайтадан өндіре ме? Жоқ. Саламатсыздар ма, департамент экология. Сұрақ жоқ. По регламенту там надо было зачитать нам это замечание. Это будет долго, наверное, да? Онда аяқтайды деп жариялай. Аяқтайды. Сұрақ жоқ қой. Жоқ. Онда сұрақ жоқ болса, күнде қоғам құрылымдары аяқтайды деп жариялай. Рахмет. Жақсы. Жақсы. Аумин. Рахмет. Давайте. Рахмет. Жұмыстарың оңға бассын. Аумин. Слушание объявляется закрытым. Да. Всем спасибо. Кеше қоғам құрылымдары қағидасын қарап